Сіз білесіз бе, қандай адам табысқа жетеді? Оның бір ғана жауабы бар. Жеңілуді мойындамайтын адам табысқа жетеді. Жолыңда кедергі көп болуы мүмкін, кейде шаршатуы, кейде сүріндіруі де мүмкін. Бірақ ол тоқтамайды, себебі ол жеңілісті соңғы нүкте емес, тәжірибе деп қабылдайды. Сен қандай жұмыста болсаң да, егер шыдасаң жеңесің, егер үйренсең өсесің, егер өзіңе сенсең міндетті түрде жетесің. Табыс ең мықтынікі емес, ең төзімді, ең табанды адамның еншісінде. Бір рет емес, 100 рет құласа да, 101 рет тұра алатын адам ғана шыңға шығады. Сондықтан ешқашан берілме. Сенің бүгінгі сабырың ертеңгі жеңісің, ал сен жеңіске лайықсың.